Қазақ тілі пәні, сабақтың тақырыбы сөз құрамы, түбір және қосымша. 74-ші сабақ. Сабақта түбір мен қосымшаны ажыратуды үйренесің. Қайталайық. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы, тау, теңіз, су, үлкен, жуан. Түбір сөзге жалғанған бөлікті қосымша деп атайды. Олар балалар мағынаны білдірмейді. Яғни дық, тік, шы, лар, дер, дай, дей деген сияқты қосымшалар жатады. Түбірдің белгісі. Мысалы, күйші, түбірі күй. Белгісін осылай қарындашпен сызамыз. Бірнеше сөздерді сөз құрамына талдайық. Сөз құрамына талдау дегеніміз сөздің түбірі мен қосымшасын ажырату. Мысалы, шаңғышы. Шаңғышы. Келесі сөз. Апталық. Және палуандар. Бірінші сөзді қарастырайық. Шаңғышы. Түбірі шаңғы. Қосымшасы шы. Екінші сөз апталық. Түбірі апта. Лық оның қосымшасы. Үшінші соңғы сөз палуандар. Түбірі палуан, қосымшасы дар. Яғни біз балалар сөздің түбірі мен қосымшасын таптық. Яғни сөз құрамына талдау жасадық. 48-ші жаттығу 22-ші бет. Өлеңді тыңда. Зырлайды доп, бір орында тұрмайды. Қарсыластың қақпасына таяса, жүрегіміз тулайды. Зырлайды доп, зырлайды. Қалт жіберме, сен қақпаны дәл көзде. Қуанамыз сол кезде. Балалар, бұл Тұманбай Молдағалиевтің өлеңі не туралы екен? Дұрыс, футбол ойыны туралы екен. Футбол туралы сен қандай мәлімет білесің? Осы өлеңді сен де түсініп оқы. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазып, 47-ші жаттығу 22-ші бет. Өлеңді көшіріп жазыңдар. Қарамен берілген сөздердің түбірін және қосымшасын ажырат. 50-ші жаттығу 23-ші бет. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып, мақалдарды көшіріп жаз.